Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәметкен өте дәмді және ерекше лаваштан ыстық тағам рецептісін сіздерге ұсынамын. Кешкі асқа немесе түскі асқа дайындап көруге кеңес беремін. Келесі видео рецептта хлеб сырный начинкой рецептісін бөлісетін боламын. Сондықтан да видео рецепті жіберіп алмас үшін мен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен тартылған етке бір жұмыртқаны қосамыз. Мендегі фарш ол тауық етінен, сіз қалаған фаршты қоссаңыз болады. Шымшы тұз, қара бұрыш, паприка, майдалап туралған пиязды қосамыз. Осының бәрін жақсылап араластырып аламыз. Лавашты видеодағыдай жолақтарға кесіп аламыз. Дайын фарштан бір ас қасықтай алып, лавашқа тегістеп жағамыз. Трубочка қылып ораймыз. Сары маймен майланып тұрған формаға трубочканы салып шығамыз. Соус дайындау үшін 1 стакан суға қаймақ, томат пастасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Соусты лавашқа құямыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минутқа пісіруге қоямыз. Әрі қарай сырды үкіштен өткізіп дайындап қоямыз. 30 минут өткен соң үстіне сырды себіп, тағы да 5 минутқа духовкаға қоямыз. Осымен біздің ыстық тағамымыз дайын. Ас болсын. Видео рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Және де мен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған дәметкен.